Ақтау кентінің әкімі сайлауына 3 үміткер қатысты. Олар Тимуржан Ақыбаев, Әнуарбек Бақриденов, Нұрлан Қожахметовтер. Тамыздың 9 күні қалалық әкімшілікте қалалық мәслихат депутаттары Ақтау кентінің әкімінің сайлауы өтті. Ақтау кентінің әкімін қалалық мәслихат депутаттары сайлады. Сайлауға қалалық мәслихаттың 18 депутаттың 16-сы қатысты. Қалалық мәслихаттың депутаттары жабық түрде дауыс берді. Депутаттар дауыс беріп болған соң сайлау жәшігіндегі бюллетендер санау басталды. Нәтижесі бойынша қалалық мәслихат депутаттарының 14 Ақыбаев Тимуржанға, біреуі Әнуарбек Бақриденовке, тағы біреуі Нұрлан Қожахметовті жақтап дауыс берген. Подано голосов за кандидата в Акимы. Ақыбаев Тимуржан Алкипович 14, Бахриденов Ануарбек Бекбалатович 1 и Кожахметов Нурлан Джаматович 1. Число бюллетеней признанных недействительных нет. Число погашенных, неиспользованных, испорченных бюллетеней, испорченных нет, неиспользованных 11. Темиртауская городская избирательная комиссия решила считать Ақыбаева Тимуржана Алкиповича избранным акимом поселка Актау Карагандинской области. Қалалық сайлау комиссиясының төрайымы Наталья Шевченко сайлаудың заң талабы бойынша өткізілгенін айтып, сайлау қорытындысын қала әкіміне тапсырды. Ғалым Әбиханұлы сайлау комиссиясы мүшелері мен қалалық мәслихат депутаттарына алғысын білдірді. Ал бүгін қалалық әкімшіліктің мәжілісінде қаланың мемлекеттік мекеме басшыларына Ақтау кентінің жаңа әкімін таныстырды. По решению Темиртауской городской избирательной комиссии 9 августа 2017 года представляю акима поселка Актау Ақыбаева Тимуржана Алкиповича. Тимуржан Уақыпұлы Ақыбаев 1986 жылы туған. 2 жоғары білім бар. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін заңгер, экономист мамандықтары бойынша оқып бітірген. Қалалық әкімшілікте еңбекпен қамту бөлімінде қалалық әкімшілік аппаратында бас маман болып, сондай-ақ Ақтау кент әкімінің орынбасары қызметтерін атқарып келген. Соңғы жұмыс орны қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі басшысы қызметі. Қала әкімі кент әкіміне табыстар тіледі.